Сәлем достар. Бүгінгі жасалатын тамағымыз қуырдақ. Оған қажетті заттар 1 килограмдай етіміз және 3 жуасы молда болса, қуырдақ жақсы жұмсақ болып піседі. Өкпе-бауырмен де жасалады. Бүгін мен тек қана еттің өзінен ғана жасайын деп тұрмын. Қазір жасалу жолдарын барлығын көрсететін болам. Видеоны толық қарап отырыңыздар. Неке достар, тамағымызды бастап жатырмыз. Осындай қазанымызды қыздырып, бір шай кеседей май құйып алып, яғни 1 келі етке осы май жеткілікті. Майы осылай молдау болса, қуырдақ өте дәмді әдемі болып піседі. Қазір 1-3 штук жуамызды осы майға қуыратын боламыз. Мінеке осы 1 жуамызды турап майға қуырамыз. Және осының үстіне жақсылап етімізді жуып салатын боламыз. Осылай су құйып алып, жақсылап жуып қазанымызға жайлап саламыз. Осылай жақсылап салып шығамыз да, жайлап осылай қуып қоямыз. Жауып астын бәрін жақсылап араластырып қуырамыз. Ал достар, мінекей біздің етіміздің де суы тартылып қуырып қалыпты. Менікі жас малдың еті болғандықтан уже пісіп қалыпты. Сондықтан суды кішкене ғана құям. Егер де кәрі малдың еті болса, ол енді ұзақтау қиын құрайтын боласыздар. Ал қазір менің етім жас малдың еті болғандықтан жуып салған суымен ақ уже қуырылып пісіңкіреп қалыпты. Сонда да ет болғандықтан кітті шай кесемен осылай ғана жып-жылы суды құйып, ет қатып қалмау үшін жылы су құямыз. Өйстіп осы сумен ғана пісіріп алатын боламын. Қазір осы еттенді жаймен қайнатып, қақпағын жауып, бұқтырып пісіріп алатын боламыз. Піскесін ыдысқа салып көрсететін боламын. Неке достар, біздің тамағымызда пісіп шықты, қуырдағымыз дайын. Мен дәмін көрдім, өте дәмді, дәмі керемет, жұп-жұмсақ болып пісті. Сіздер де осылай қуырдақ жасап көріңіздер осы рецептпен. Рецепт дейтіндей ондай рецепт жоқ. Құрамы кішкене сумен, маймен тұз қосып қана осылай қуырып аласыздар. Сіздерге біздің видеомыз ұнаса достар, лайк басып, комментарий жазып, каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.